Әріптестер, бүгін мен сіздерге ұстаз платформасында қалай сабақты талдау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін браузерді ашып, ұстаз өрлеу _edu.kz деген сайтқа кіресіздер. Сілтемесін саламын. Одан кейін мына жерде папканы таңдап, өздеріңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаларыңызды таңдап, паролін жазып ағылшынша. Одан кейін осылай подписать етесіздер. Подписать етіп болғаннан кейін ұстаз платформасына лақтыратын болады. Ұстаз платформасының жоғары жағындағы 3 сызыққа неғыласыздар, шетесіздер, бақылау парақтарын таңдайсыз. Бақылау парақтарының ішінен мен бірнеше сабақтар талдаған болатынмын. Сол сабақтарды енді қосу батырмасын басасыздар. Қосу батырмасына, мысалы жаңағы лауазымыңызды енгізген келсе, өстіп дайындап алсаңыздар болады, жазып отырмай үшін. Мысалы сіздерде аттестаттау комиссиясының төрағасы, аттестаттау комиссиясының мүшесі және пән мұғалімі ретінде мектеп алды даярлық тобының жетекшісі, немесе математика пәнінің жетекшісі деп жазасыздар. Жазып болғаннан кейін елді мекен деген жерде Алматы облысын таңдайсыз. Үйім деген жерде енді біз орта білім беру ұйымдары деген таңдаймыз мектепті. Одан кейін мына жерге жи деп басасыздар. Сол кезде жүйделі мектеп шығады. Жүйделі орта мектебі. Оқытушының аты жөні деген жерге, мысалы мен мына жерде шығады. Рахимова Гүлмаралды сабағын талдаймын. Рах деп жазсаңыздар, өзі шығып тұрады. Рахимова Гүлмарал. Лауазымдағы өзінің мамандығы шығып тұрады. Шет тілі, педагог санаты және осы оқу жылында сабақты талдасаңыздар, осы оқу жылын таңдайсыздар. Күні деген жерге, мысалы бұл 16.01-де өткен сабақ екен. Яғни 16.01, қаңтардың 16-сы күні өткізілген сабақ. Бақылау парағының үлгісі деген жерге орта, қосымша техникалық кәсіптік білім беру ұйымы деген шаблонды таңдайсыздар. Бұл жерден келесі бөліктен сабақ дегенді таңдайсыздар. Одан кейін пән таңдайсыздар. Пән деген жерге ағылшын деп жазсаңыздар, өзі ағылшын тілі шығады. Ағылшын тілі. Одан кейін мақсаттар деген жерге, мақсатты мынандай Word файлға копировать етіп жазып қойсаңыздар болады. Өйткені порталға да тез жұмыс жасау керек та. Кей дүниелер сақталмай қалып жатыр. Сондықтан мені оқудың мақсатын мен былай сақтап қойған болатын жазып, мақсаттарға мында қоямыз. Қойып болғаннан кейін тақырып жазасыздар. Тақырыбымды да дайындап қойғаныммен тақырыпты аламыз. Мында қоямын тақырыпты. Одан кейін сынып деген жерге 3-ші сынып. Сақтау батырмасын басасыздар. Сақтау батырмасын басқаннан кейін осындай сіздерді арнайы бетке, бақылау парақшаларының критериялары жазылған бетке лақтырып жібереді. Осы жерден бақылау парақшаңызды алып аласыздар қолыңызға, соған қарай отырып оқып шығасыздар. Оқу мақсаттары күтілетін нәтижеге сәйкес келеді дегенде 3 балл қойыпты. Барлық білім алушылардың нақты қол жетімді дегенде 3 балл қойылған екен. Одан кейін мақсат пен күтілетін нәтижелерге 3 балл. Жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді дегенде 3 балл. Білім беру қажеттілігіне сәйкес келеді дегенде 3 балл. Келесі бөлім бұл оқыту әдістерімен, шеберлермен зерттеушілерге арналған, сондықтан бұл бөлімді өткізіп жібересіздер. Келесі 7-шіден бағалау мен әдістерінің құралдары дегенде мақсат пен күтілетін нәтижелерге сәйкес келеді дегенде 2 балл қойып. Одан кейін жеке жас ерекшелік дегенде 2 балл. Одан кейін мемлекеттік жалпыға міндетті беру стандартына 1 балл қойылған екен. Одан кейін келесі бөлім бұл да зерттеуші мен шеберлерге арналады. Және терминдер мен дәйексөздер дегенде 1 балл. Әртүрлі дерек көздер дегенде 2 балл. Одан кейін білім алушылар дегенде 2 балл. Одан кейін цифрлық білім беру деген жерге 2 балдан қойып шығамыз. Мұнда да 2 балл. Одан кейін оқыту әдістері деген жерге 2 балл.
Одан кейін тағы да 2 балл және тағы 2 балл. Сабақтың деген жерде 2 балл. Сабақтың оқытудың ұйымдастырылған қызметтің құрылымы сақталады деген жерде 2 балл. Тағы да 2 балл. Және педагогпен сөйлеу деңгейі, білім алушылардың сөйлеу балансы деген жерде 2 балл. Білім алушылардың деген жерде 2 балл. Одан кейін білім алушылардың тағы да 2 балл. Ресурстар мен тапсырмалар деген жерде 2 балл қойылған. Тағы да 2 балл қойылған. Білім алушылардың мақсаттары нәтижелі асуға тартылады деген жерде 2 балл. Одан кейін 2 балл. Уақытылы кері байланыс деген жерде 2 балл қойылған. Және мына жерде 2 балл. Рефлексия деген жерде 2 балл. Білім алушылардың мақсаттарға түсетін нәтижелерге деген жерде 3 балл және 3 балл қойып, жалпы балын аяқтайсыздар. Аяқтағаннан кейін бұл жерге ұсыныс қалдыруларыңыз керек. Ұсыныстың өзінде де міне мен жазып беріп қойдым, мен беріп отырып аламын. Ұсынысты қалдырамын. Қалдырып болғаннан кейін я батырмасын басып, электрондық цифрлық қолтаңбамен ағылшынға ауысып подписать етемін, қол қоямын. Талдаған сабағымның мұғалім деген талдадым. Алды 69 балл. Үстіп талдап шығасыздар.